Assalamu alaikum bауырлар. Бүгін 11-ші сабақ мәттердің оқылуы. Мәт әрпі үшеу: алиф, я, вау әрпі. Алиф қашан мәт болады? Алиф харекетсіз келіп, оның алдындағы әріптің харекеті фатха болса, алиф мәт болып оқылады. Яғни оны созып оқимыз. Алдыңғы әріпті созып оқытады. Мысалы, бә. Я қашан мәт болады? Яй харекетсіз келіп, алдындағы әріптің харекеті касра болса, яй мәт болады. Алдыңғы әріпті созып оқытады. Би, екі харіп мөлшерінде созамыз. Вау қашан мәт болады? Вау харекетсіз келіп, алдындағы әріптің харекеті дамма болса, вау мәт болады. Бу. Осылай созып оқитын боламыз мәттерді. Осы ережені жаттап алыңыздар. И, у. Аны осы мөлшерде созып жаттығатын боламыз. Екі алиф мөлшерінде созылады. Бә, би, бу, тә, ти, ту, сә, си, су, жә, жи, жу, ха, хи, ху, ха. Әріптердің махражының шығуына қатты көңіл бөліңіздер. Хо емес, ха. Ха, хи, ху, дә, да емес, дә. Дә, ди, ду, зә, зи, зу, ра. Ра емес, ра, ри, ру, зә, зи, зу, сә, си, су, шә, ши, шу, са, си, су, да, ди, ду, та. Та емес, та. Жуан әріптерге мұқият көңіл бөліңіздер. Та, ти, ту. Үш жағдайда жуан айтылады. За, зи, зу, а, ай, ау, ға, ғи, ғу, фә, фи, фу, қа, қи, қу, кә, ки, ку, лә, ли, лу, мә, ми, му, нә, ни, ну, уә, уи, у, хә, хи, ху, я, и. Екі қатар келіп тұрғанда и деп оқылады. И, ю,